Marilyn. 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 Marilyn Monroe. Сары шашты жібектей дауысты Мэрилин ерлер елестететін мінсіз әйел образының патшайымы еді. 50-ші жылдары ақш қоғамында нәсілшілдік үстем болды. Афроамерикандықтар дүкендерде, қоғамдық көліктерде қорлауға ұшырады. Ал 20-дан астам штаттың заңы нәсіларалық некеге тыйым салды. Сол дәуірдің рухы фильмдерде анық сезіледі. Мысалы, 1957 жылғы тарихи округ Рейнтли фильмінде Элизабет Тейлордың кейіпкері өз анасы қара нәсілді құл болды деген күдікпен есінен адасады. Нәсілдік көзқарастар толық стандарттарына да әсер етті. Ақ тер мен ашық түсті шаш тазалық пен премиум бейнесін ассоциациялады. Бұл белгілер ақ американдықтарды түстілерден бірден айырып тұратын. Сол себепті экранда көгілдір көзді, ашық шашты Мэрилин пайда болғанда ол бірден Американың сүйіктісіне айналды. Фронттан оралған сарбаздар дұрыс, ақ нәсілді әлемді қорғап қалдық деп сенгісі келді. Ал Мэрилин олардың жұбанышы болды. Оған қараған кезде біз міне осы адам үшін соғыстық деп ойлауға болады. Мэрилин Монроны Born Sexy Yesterday тропымен сипаттауға болады, яғни ол балаша аңғал және де өзінің тартылымдылығын толықтай түсінбейтін кейіпкер ретінде сипаттауға болады. Мэрилин Монроға карьерасының басында бұл бейне көптеген рөлдерге ие болғанымен, ол соңында бұл бейненің тұтқынына айналды. Сондықтан сексуалды ақымақ қыз бейнесі Мэрилин Монроның карьерасын алға жылжытты, бірақ оған деген көзқарасты да бекітті. Оны фетиш объект ретінде қарастыруға үйретті. Мысалы, 1948 жылы өмірін қамтамасыз ету үшін Мэрилин жалаңаш фотосессияға түсті. Түсірілім үшін оған $50 төленді. 1953 жылы Playboy журналының негізін қалаушы Хью Хефнер фотосуреттерді негативтерін $500 сатып алып, бірінші санын жарнамалау үшін обложкада қолданды. Мэрилин осы сатуынан 1 цент те алмай қалды, және әрине ешкім де суреттерді қолдануға рұқсат сұрамады. Сол кезде американдық қоғам қазіргіден нуритандық болды. Актрисаның үстіне сыбыстар мен айыптаулар жауды. Адамдар Мэрилин Монроға моральдық құқығы бар сияқты сезініп, оны мазақтап, оның денесін объект ретінде қарастыруға ұмтылды. Сары шашты ақымақ қыз образы бүкіл Голливудты алдап соқты. Мэрилин Монроның осы образы шынайы және сенімді көрінді. Егер ол жасанды болса, жұрт оны сүймес еді, және ол осы образын мінсіз деңгейге дейін жеткізді. Актриса тек еуропалық және америкалық авторларды ғана емес, сонымен бірге орыс классиктерінің әдеби шығармаларында қызыға оқыды. Лев Толстой мен Федор Достоевскийді, тіпті ағайынды Кармазовтардағы Грушенко рөлін ойнауды армандаған. Оның кітапханасында Мадам Бовари, Гюстав Флобер, жоғалған уақытты іздеу, Марсель Пруст, Түн нәзік, Фрэнсис Скотт Фитджеральд, Көрінбейтін адам, Герберт Уиллс, Жас ақынға хаттар, Райнер Мария Рилке, Қош бол қару, Эрнест Хемингуэй секілді кітаптар болған. Мэрилин Монро Голливудтың әсем бейнесі ретінде есте қалды, бірақ оның өмірі сұлулықтың артында үлкен еңбектің бар екенін еске салатын күрделі де әсерлі жол. Мэрилин Монро түсірілім алаңында ерекше еңбекқор және нағыз перфекционист актриса болған. Көпшілік оның сыртқы сұлулығын ғана байқаса, әрбір кадрдың мінсіз шығуы үшін Мэрилиннің қаншалықты тер төккенін көбіне көрмейтін. Ол рөлге моральдық та, физикалық та мұқият дайындалатын. Мәтінді терең талдап, кейіпкердің психологиясына дейін зерттейтін. Кейде бір көріністі бірнеше рет қайталаудан шаршамай, режиссер күткен эмоцияны дәл табуға бар күшін салатын. Монро үшін кино жай жұмыс емес, өзіндік өнер, шығармашылық ізденіс болатын. Сондықтан ол әр жобасына барын салып, көрермен алдында шынайылық пен сапаны бірінші орынға қойды. Мэрилин Монро үшін рөлдер оңай қолға жеткен жоқ. Ол рөлдер үшін студиямен жиі күрескен, өйткені ол өзін тек әдемі бейне ретінде ғана емес, кәсіби актриса ретінде дәлелдеуді қалады. Сол үшін жалақысы болмаған рөлдерді де қабылдап, тек тәжірибе жинау және актерлік шеберлігін шыңдау мақсатында жұмыс істейтін. Ол үшін маңыздысы экранда көрінудің көлемі емес, рөлдің сапасы мен оған берілген мүмкіндіктер еді. Студия оған жеңіл, стереотиптік образдарды ұсынғанда, Мэрилин жиі қарсы шығып, драмалық әрі күрделі кейіпкерді талап еткен. Бұл оның мансап жолында батылдық танытып, шығармашылық еркіндікке ұмтылғанын көрсетеді. Біздің естіген Монро дауысы да жасанды. Оның студиясы оған жасанды сыбырлаған дауыспен сөйлеуді үйреткен деп айтады. Бұл әдіс оның экрандағы бейнесін жұмсақ, нәзік, тартымды қылу үшін қолданылған. Студиялар үшін ол тек актриса емес, маркетингтің символы болатын. Сондықтан дауыс пен қимыл арқылы мінсіз ару образын қалыптастыру аса маңызды еді. Дегенмен Монроның өз табиғи тембрі мен актерлік шеберлігі осы жасанды тәсілдерді толықтыра білді. Ол әр рөлде өз дауысын эмоция мен нәзіктікпен үйлестіріп, көрерменге шынайы әсер қалдыруға тырысты. Ол өз даусымен әндер орындаған. Мысалы ретінде Diamonds Are a Girl Best Friend және Happy Birthday Mr. President. Happy birthday
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Джон Кеннедиге арналған дәстүрлі Happy Birthday әнін Нью-Йорктегі оның 45 жасқа толуына арналған мерекелік концертте орындады. Монро бәрінен таныс әнді сондай провокациялық мәнерде орындады. Бұл жаңалық барлық газеттерге таралып, 20 ғасырдың маңызды сәттерінің біріне айналды. Ал ол киіп шыққан көйлек 1999 жылы аукционда таң қалдыратын $1,5 миллион сатылды. Залда отырған барлық адамдар бұл қарапайым құттықтау емес екенін түсінді. Біріншіден, ән өте интимді мәнерде орындалды. Екіншіден, президенттің жұбайы Жаклин Кеннеди мүмкін болатын провокациядан сақтанып, қоғамдық төмендетулерге ұшырамайын деп Мэдисон Сквер Гарденге келмеді. Бұл оқиғаға бақ назарын одан әрі аударды. Үшіншіден, бұл қойылым Мерлин тарапынан мұқият ойластырылған болатын. Ол оған үлкен үміт артқан еді. Залда 15,000 адам жиналған еді, және барлығы осы сәтті күтіп отырды. Кеннеди мен Монроның романы ұзақ уақыттан бері ешкімге құпия емес болатын. Актрисаның шығуы осы қасиеттерді тек растап қана қойды. Концерттің жүргізушісі Питер Лоуфорд бірнеше рет оның сахнаға шығатынын жариялады. Бірақ Мерлин көрінгендей кешігіп тұрғандай болды. Шынында бұл кідірістер алдын ала жоспарланған еді. Мерлин ақыры сахнаға шыққанда күтумен қызып тұрған зал қошемет дабылымен қол соққыларға бөленді. Мерлин Монроның бұл өнер көрсетуі әсерлі болды. Ол сахнаға денеге жабысып тұратын көйлек киіп шықты. Сондықтан жүріп тұруы қиынға соқты. Ал ақ тонын шешкенде зал аң-таң болды. Жартылай мөлдір, тері түстес, ашық декольтесі бар жылтыр көйлек жасанды тастармен безендірілген. Оның астында іш киім болмаған деседі. Сөзсіз бұл көйлек те әйгілі болды. Монро оны дизайнер Жан Луиге тапсырыс беріп жасатып, мұны тері мен моншақ деп атаған. Алғашында көйлек $12,000 бағаланған. Ал 37 жылдан кейін $1,260,000 сатылды. Джон Кеннеди актрисаның сол кездегі тым ашық мінез құлқына қатты ренжіді деп айтылады. Осы оқиғадан кейін ол Мерлинмен қарым-қатынасты үзу туралы шешім қабылдаған. Бұл шулы шарадан 3 ай өткеннен кейін ол өз-өзіне қол салды деп хабарланды. Ал Кеннеди 18 айдан соң қастандықпен өлтіріледі. Мерлин Монро кино тарихындағы жарқыраған жұлдыз. Оның бейнесі сырт көзге көрінгендей оңай емес. Ол сұлулығы мен таланты арқылы миллиондарды баурап алды. Ал жеке өмірінің қайшылықтары оның адам ретінде әлсіз және мықты тұстарын ашады. Мерлиннің образы атақ пен жеке болмыстың, миф пен шынайылықтың мәңгі күресі. Ол бүгінгі күнге дейін талқыланып, өнер мен қоғам туралы жаңа сұрақтар туған сайын қайта бағалана береді. Біз оны экрандағы образ ретінде емес, күрделі әрі ғасырда бір туар тұлға ретінде есте сақтаймыз.